Баяғыда бір елде ерекше сұлу мысық өмір сүрді. Оның жүні алтын түсте шарқырап, көзі тұнық аспан секілді мөлдір болатын. Ол өз сұлулығына масаттанып, өзгелерден өзін биік санайтын. Айналасындағылар оған сүйсініп қараған сайын ол тәкаппарлана түсті. Күндердің күнінде ол өзінен әлдеқайда әлсіз, ұсқынсыз мысықтарды менсінбейтін әдет шығарды. Оларды келемеждеп қорлап, өз сұлулығының биіктігін көрсетуге тырысты. Көпшілік оның мінезінен безініп, оны жек көре бастады. Бірақ ол мұны байқамады. Ол үшін ең маңыздысы өзінің өзгелерден ерекше әрі сұлу екенін дәлелдеу еді. Әдемі мысық әркез айнаға қарап, өзіне сүйсініп, мен ең керемет жаратылыс иесімін. Барлығы маған таңдана қарайды, бірақ оның жүрегі тас болып қатып қалған еді. Ол басқа мысықтарды мазақ етіп, олардың кемшіліктерін бетіне басқан сайын өз құдіретін сезінетін. Бір күні ол көшеде жүні кір қожалақ, арық, аштықтан әлі құрыған кішкентай мысықты көрді. Әлсіз мысық оған жәутеңдеп қарап, маған көмектесші, мен ашпын деп сыбырлады. Әдемі мысық жиіркенішпен мазақтай күлді. Сен секілділер бұл өмірде түкке тұрғысыз, деді де оны қоқыс жәшігінің ішіне лақтырып жіберді. Сен осында лайықсың. Кішкентай мысық үнсіз қалды. Бірақ әлсіз дауыспен, бір күні сен де осындай күйге түсесің, деді. Дәл сол сәтте аспан түнеріп, жел көтерілді. Бірақ сұлу мысық бұған назар аудармады. Ол бәрібір өзінің әрдайым сұлу болып қалатынына сенімді еді. Алайда сол күннен бастап оның денесінде бір түрлі өзгерістер басталды. Алғашында жүні ауырлай бастады, кейіннен түсіп, терісінен өткір сүйектер шығып, қабыршақтарға айналды. Ол қанша тырысса да бұдан құтыла алмады. Бұрын оған таңдана қарағандар енді үрейленіп қашатын болды. Оның дауысы өзгеріп, жүрісі баяулап, әлсіздене түсті. Ол барлығынан шеттетіліп, жалғыздықтың азабын тарта бастады. Мысық өз қателігін кеш түсінді. Ол бұрынғы жасаған әрбір зұлымдығын есіне алып, жүрегі қанжылады. Өміріндегі ең үлкен қателік өзінен төмендерді қорлағаны екенін түсінді. Жаны азапқа толды, бірақ бәрі кеш еді. Ол түндер бойы жылап, өткенін ойлады. Қаншама рет әлсіздерге көмек беру мүмкіндігі болғанын, бірақ өз эгосының жетегінде кеткенін түсінді. Оның айналасы босап, жалғыздық жүрегін мұздай етті. Ол адамдардан қорқынышты көзқарастарды ғана емес, өз ішіндегі өкініштің күйдірер жалынын сезіне бастады. Бір күні ол аппақ жүні жібектей, көздері мөлдір, кішкентай сүйкімді мысықты кездестірді. Ол сол сәтте өз өмірін қайта көргендей болды. Бұл мысық оған ұқсады, бірақ ол тәкаппар емес, мейірімді еді. Оның жанарында жылылық бар еді. Мысық әлсіз дауыспен тілі қатты, мен де сендей сұлу едім. Бірақ өзімнің сұлулығымды мақтаныш көріп, өзгелерді қорладым. Өзімнен әлсіздерді мазақтап, оларды таптадым. Бірақ ақырында қарғысқа ұшырадым. Енді мені ешкім сүймейді, ешкім маған таңданбайды. Барлығы өз әрекетімнің салдары. Сен менің қателігімді қайталама. Жануарды әдемі ететін оның сыртқы келбеті емес, жүрегі мен ісі, деді. Кішкентай мысық үнсіз басын изеді. Ол бұл сөздердің маңыздылығын түсінгендей болды. Мысық оның қасына отырып, аспанға қарады. Бір кезде ол да осылай таза, жарқын еді. Бірақ бәрі өзгерді. Ол алғаш рет жылап жіберді. Жан дүниесін өкінішпен қасірет биледі. Бірақ енді бәрін қайтару мүмкін емес еді. Оның жан дауысы тек жым-жырт аспанға ғана жетті. Қорытынды. Жамандық түбінде иесін табады. Істеген ісің өзіңе қайтып келеді. Өмірде сұлулық уақытша, ал жүректегі мейірім мәңгі. Сенің жасаған әрбір ісің айналып өзіңе оралады. Жамандық қорлықпен, жақсылық бақытпен өтеді.